Әжелеріміздің, ағаларымыздың бізге жасын берсін, бейнетін емес зейнетін берсін ағайын. Жаңа митинг дегеннен шығады, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шуласақ, тек қана тойда шулайық. Алишермен Мұртазаның кішкентай кезі, сол кезде Ертай қажының айтып кеткен сөзі. Көксайымды мен Құдай қаласа Алишерді ғалым болады деді. Ғалым болады, елге танымал болады Алишер. Мұртаза қари болады деді. Аллаху әрқашанда жақсы сөйлеу керек. Сосын айтайын деп отқаным тағы да кішкентай бала кішкентайынан дейді ғой. Мынау Мұртаза баяғыда мектепте оқып жүрген кезде мұғалім адамды майбылдан тарқат деген кезде орнынан тұрып мұғалімге айтыпты. Майбылдан тарқағанын білмеймін, бірақ Ертай қажы айтты, Алла тағала сияқты адамдан тарқады деп айтты. Содан ата-ананың алып келсе мұғалім ренжіп, сол Ертай қажы барып мұғалімнің сабағасын берген. Сондай оқиғаның куәсі болды. Мен айтайын әбден ғұмыры қысқа болды. Алла алдынан жарылқасын, бірақ ондай адамды неден кетті деп айтуға болмайды. Қандай тамаша балалары бар. Кішкентай кезінен бастап танымал. Майда мен сізге айтайын деп отырмын, бұл сіздің үлкен қуанышыңыз ғой. Әрқашанда жақсылық болсын, екі жастың қарапайым екі елдесін беріп болсын. Енді қалған жерде ешқандай жамандық көрмеңіз, қолыңызды жұмыс болса, осылардың
Сіз маймылдан тараған шығарсыз, мен өзім Ертай мен Байнұрдан тарағам деп айтып солай мен өзім болмашы вообще сізге алла разы болсын мен былай сіздердің айтқандарыңыз арқылы Ерағам мен Ертай ағам характеристика құрап қазақта бір сөз бар аузы дуалы деген болады ғой сол кісінің осы аузы дуалы болып тұрған деп мен ойлаймын міне айтты жаңағы мысалға кезінде әншілерді ғалым қыламын деп айтты алла қабыл етті ғалым қари қылып деп жаңағындай нетті сөзімді бөлмеңіз мен сізді тыңдадым ғой деп қалай айтамын сізге қазір артында кетпеңіз кешіріңіз неге баяғыда мешіттің қасында тұрып сонда неге орталықта шыққан кезде не көршіге тұрады суретке сол кезде Алишер басқа үлкендермен бірге түспейді ме деп кетіп қалды ей Алишер қайда жүр мен шошқамен бірге түспейді сөйтсем Алишердің қасында дедболдың қасында шошқаның киімін киіп алған сонда мен шошқамен түспеймін сонда бұлар кішкентай кезінен бастап некеден тұрған бұлар кішкентай кезінен бастап бұл ерекше болды басқа балаларға қарағанда тәрбиесі ерекше дұрыс негізі ол олай айтпаған былай айтты мен шошқамен түспеймін деген суында ішпеймін деген жаңағындай бәрін алла разы болсын істеймін оны айтып жатқанда қалай шақалуын шығарып отырсыздар күшті мотивировка ағамыз жаңағыдай біз аузы дуалы сол жаңағы не айтып жатыр едім мен өзім міне сізді көрдіңіз ба қалай деп айтты сізге келіп айтты деді ғалым боламын деді әнші окей жаңағыдай қари қыламын деді қолында қабыл етіп көрсеңіздер сол кезде неге соны жасамасқа деді мен бұл бәріміз жасап алдағы шығар и бұны мен не үшін айтып жатырмын бұл кісі көкшетауда оқыған ғой сол кезде көкшетау сондай жерде ол жерге барған адамдар бір кеткісі келмей қалады қалғысы келеді тамыр жайып оны Қызылордадан көшіп келген бауыржаннан сұраныс Петропавлдан көшіп келген менен сұраныс оның сол жерде қалғысы келетін жерде көкшетау и сол кезде ана кісі оқып жүргенде көкшетауға ғашық болып дұға етті ме деп ойлаймын мен жаңағыдай дұға етті деп ойлаймын осы бір келіннің біреуі сол көкшетау жақтан болса екен деп тіледі ме деп ойлаймын пожалуйста жаңағыдай негізі мен болғанмын ол кезде деп айтамын сәкен әке шошқамен фотоға түспейтін адамның інісі қарапын қалай етсін Мұртаза сізге айтып жатырмын сізді бір үйде шаңырақ көтеріп жатсыз ғой енді бір кесеңіз дейді әдейі бір қол ұстап о давай дейді енді сіз бүгін жаңағыдай алла тағала сөзсіз үш адамның тілегін қабыл етеді дейді ғой соның бірі ата анасының перзентіне деген дұғасы қайтармай қабыл етеді сіз соның бір дәлелсіз жаңа куәгерлер айтып жатыр ғой бір әкесі осылай деп еді сол айтқандай болып жатыр деп яғни барлық әкеңіздің сіздің тағдырыңызға тілеп ұстаған жақсылығы иншалла алла қабыл еткен болу керек өміріміз сондай өмірлеріміз керемет болсын енді мен жаңа аманатқа қиянат жасамаймын мына жерде тағы да бір сый сияпаттар бар еді сізге беретін сондықтан мен қазір ортаға осы қостанай өмірім жаңағындай кіммен әзілдессе де әзілі жарасып жүретін кімге ұрысса да орынды ұрысатын жалпы осы қостанай өмірінде біраз шаруаны тындырып тастаған жалпы менің ағам жақсы көретін ағалардың бірі уақытбек имамды ортаға шақырайын деп тұр бір шапалақ ұрып қойсаңыздар осы қостанай өмірінің басын мамасы шығыңыздар қайраға келіңіз ортаға бір шапалақ ұрып қояйық астанадан келген жаңа бір топ ағайындар келіп жатыр олардың атынан нұртай иә қателеспесек бар ма шапалақ ұрып қояйық нұртай бұл жігіттер айтады да осылай подаркаларымыз бар соны мен тамадалым соны айтты сен күшті қылып соны өзің бір жеткізші дейді да сосын айтамын қой жаңағы мен айтып өтіп өзіме жинап қойсам не болады соның мысалдар сондықтан өздерің әрменен представитель болып шығып айтыңыздар деп отырмыз бәке осы ретпен айта берейік құрметті қадірлі жиылған қауым бүгінгі біздің киелі тобыл торғай жерінен болып жатқан үлкен бір қуанышымызға орта
кешірсін. Бүгінгі болып жатқан ұлы той бүкіл осы тойға қатысып отқан кісілердің барлығына да шығысты болсын иншалла. Әркімнің арманы ғой, үйде оқи алмайтын Құран тұрғанша тірі тұрған Құран жақсымыз ба? Оқи алмайтындар Құранды өмір оқып тұрмайды, бірақ жалпы тілесінде тұрады ғой. Сол Құраннан тірі тұрған жақсы ғой. Қасында жел шырай қалсын қайсаятты. Сондай қызықшылықтарды баршаларыңызға Алла Тағала нәсіп қылсын. Енді біздің марқұм Ертай Қажымыздың осындай кереметтей отбасы бар, осы әулеттер, жақын әулеттердің барлығымен біз өте жақсы тығыз қарым-қатынастамыз. Мінекей соның үлкен бір белгісі біздің Ертай Қажымыз осы өмірден біздің өлшеміміз бойынша ерте кетсе де, мінекей Алла разы болсын, артынан қалған екі ұлы әкесінің атын сол жоғарыға қарай еш уақытта төмен түсірмей, мінекей иншалла Шейх Мұртаза Түркияға барып, ижазасын алып келіп, осындай үлкен бір елге қызмет көрсету, Пайғамбар саллаллаху бір ғана хадисіне амал қылып, адамдардың ішіндегі ең қасиеттісі, адамдардың ішіндегі ең құрметтісі, адамдардың ішіндегі ең сүйіктісі, адамдардың ішіндегі дәрежесінің ең үлкені кім? Құранды үйретіп, өзі бірінші үйреніп алып, келесі басқаларға істеген үйреткендері. Мінекей құрметті қадірлі ағайын, осындай бір сол осы елге келгелі, осы жерге түскелі Алланың нәсіп қылған уақытынан бастап бүгінгі күнге дейін бұл әулет бойынша үлкен бір дінге Аллаға қызметін нәсіп етіп көрсетіп жатыр. Мына бір хадис ескерсек, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Ида ахаббаллаху абдан истамалаху». Егер пендесін Алла жақсы көретін болса, оның белгісі ретінде әлгі пендесін тек қана жақсылық істеуге, тек қана жақсымен, жақсы нәрселермен есеп қояды дейді, шұғылдандырып қояды. Қараңызшы, Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, тойға тойшы қауым, құрметті қалар, жоғарыма төрге шыққандарыңызға, әрі қадамдарыңызға өтсін. Бұл жерде қаншама ғалым, Құран хафиздер отыр, имамдарымыз отыр, айтып кеткен жерде садуғастары отыр. Аллахымыз болсын. Жастауымыз Махмуд Қали деген сияқты қаншама бауырларымыз, жерде Бақытбек Шейхул Ислам өзіміздің. Бұл кісілер енді мұхиттағы кеме болса, біз қолымызға қармақ таба алмай жүрген жағадағы балаларымыз ғой дейді. Сондықтан бұл жерде енді көзілер уақытында ештеңеде жүрмей ғой. Жамағаттың атынан, бауырларымыздың атынан Мұртаза Шейхқа қариымызға умра қажылығы бар. Ал енді тағы айтып болсақ, сіздер ойлап қалмаңыздар, бауырымызды жалғыз жіберейін деп жатыр деп. Көкшетау бауырлық жамағаттардың атымыздан біздің келінімізге ол кісілердің атынан да сыйлығы умра бар екен. Уақыт өздері айтады, Көкшетау Қостанай жамағаты бірігіп бауырымызды келінімізді умра қажылығына береміз. Аллаху акбар. Өткенде хадишаны ұзатқан кезде Науан имамның інілері, бауырлары умра қажылығын сыйлаған болатын. Бүгін міне ұлдарымызға сыйлап жатыр. Енді бұйырса жаңағындай киелі жерге Аллах Тағала шақырып жатыр сіздерді. Енді біз Нұр-Сұлтан қаласына келіп отырмыз. Қазақта жақсы сөз бар, жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын, жамандың жамандығын айт, құты қашсын дейді. Осы араға отырған Бауыржан Махат деген ағаларым бар. Солардың аманатын тапсыруды нәсіп ет. Астананың төрінен пәтердің құжаты екінші.
шашуымыз. Үйдің пәтеріне шашу. Шашып беріңіз. Ойлап қалған жерде қалай дейді, иә. Дам эмоцияң жоға кетсін. Қалай көрдіңіз, өзі ғалымдардан да сұраған кездерге жалпы баю керек болса не істеу керек деп үйлен дейді ғой. Көрдіңіз бе? Көкшетау көрдіңіз бе дейді. Көкшетауға бұрып баса қойдың көрдіңіз бе? Әлемнен келмеген ризық әйелден келеді деген мақал бар, өзім ойлап шығарған таяғында. Сөйтсе солай болады екен, ол діннің әр жағын зерттесе жаңағыдай өзі кезінде Хадиша анамызға алла разы болсын, жалпы осы ислам дінінің дамуына пайғамбарымызға сондай бір қолғабыс қылып өзінің бай әйелі болып дүниесін сарп еткен сондай анамыз ғой. Жалпы Хадиша деген есімнің басында дүние шашылып төгіліп жатқаны мен заңды құбылыс деп білемін, құрметті ағайындар. Мен айтайын дегенім, алла бізден жомарт, бізден алғыр. Мен таңғалып тұрды, мен Мұртазаға айттым үйде отырып. Мұртаза, осы дүбірлі тойда мен кішкентаймын ғой, бірақ та бір қадам бастайыншы, пәтердің мәселесін айтайық деп еді, бұл кісі сабырлы түрде маған айтты, шешілген деп. Сонда мен жүрегімде былай ниет етіп едім. Мен өзім кішкентай компаниям бар, соның атынан Сәкен бауырымыз екеуміз бірге 1 миллион теңгенің сертификатын берейік деп. Пәтер беріп қойғаннан кейін біздікі дайын, Сәкен бауырымыз қабылдасып, дүйсенбіде іске шыққан еңбек жібереді, ішіндегі жиһаздарына бізден көмек болсын. Баспана қаласында баспана ең маңызды, соны жүрегімде ойлап жүруші едім. Аллаға сансыз шүкіршілік, бақытты болу. Екінші, бірде айта кетейін сіздерге. Барлық мақтауанға бұл бауырым бар ғой. Мен Айбекке телефон шалғанда тек Құран жаттаған дауысын естимін. Әрқашан мен ұстазым айттым осыны. Қашан көрсем Мұртаза Құранмен дауыс шығып жатыр. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Бір естелікке, суретке түсейік. Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар, қадірлі құдалар, құрметті бауырлар. Баршамызға да бүгінгі Мұртаза бауырымыз бен Хадиша қызымыздың дүбірлі тойы хайырлы, құтты һәм жұғысты болсын иншалла. Шындығында да бұл тойдың басында біз айтқанбыз, бұл Құран тойы деп. Себебі екеуі де Құран арқалап жүргеннен кейін, Алланың үлкен аманатын алып жүргендіктен біз бұл тойды жақсылыққа ұрындап отырмыз, жақсылыққа балап отырмыз. Алла Тағала өзі осы қаншама жаңағы жақсылықтар болып жатыр, осы той басталғалы небір жақсылықтардың куәгерлері болып отырмыз. Бұның барлығы Құранға деген, Құран көтеріп жүрген құлдарына деген Құдайдың құрметі деп өзіміз біліп отырмыз. Алла Тағала қос дүниеде де осы қос қариымыздың дәрежесін көтерсін иншалла. Ал енді осы той басталғалы біз айтып жатырмыз. Бүгінгі сіздерге құда болып келіп отырған Мауа Хазірет құдаларыңыз үлкен бір текті әулеттен шыққан. Бұл кісілердің аталары, яғни атасы ел ағасы болып, елдің қамын жеп, елдік мәселелерге араласып, жалғыз қарабастың қамын емес, қалың жұрттың қамын ойлаған сондай бір текті аталардың бірі еді. Сол кісі Көкшетаудағы, жаңа сіздер кеше айтып жатсыздар ғой, Марал Ишан деп, бізде үлкен Мауан Хазіреттің есіміне қанықсыздар. Сол жаңағы Мауан имамның атасы, Мауан құдаларымыздың атасы
атыңды Мауан деп қойдым, Хазіретін өзің аларсың деп ырымдап осы бір әдемі есім қойған екен. Алла Тағала сол тілекті қабыл еткен болар. Қазіргі таңда осы Мауан құдалары емес, Көкше ғана емес, Ақмола облысы жамағатының әмірі болып, сол жаңағы өзіміздің ортамыздағы Хазіретіміз болып жүр. Алла Тағала ендеше осы Ертайдай қажының әулетімен, осы Мауандай Хазіреттің әулеті бір-бірімен құда болып жатқаны да бекерден бекер емес. Алла Тағала осы құдалықты маңызды етсін. Айналайын Мұртаза Хадиша, бұл тойды ел болып күттік. Бұл тойды ел болып тойлап жатырмыз. Жалғыз екі әулеттің ғана емес. Күні кеше Көкшетауға Нұрболғыда көш бастап Көкшетауға келген болатын. Әрине соңғы саяси жағдаймен, соңғы осы болып жатқан індетке байланысты құдалықпен шектелгенімізбен бізде де Көкшетауда жан-жақта Қазақстанның барлық облыстарынан үлкен хазіреттер көш бастап келмек болып, бас мүфтидің өзі некесін қимақ болып, 500 адамдық тойдың жобасын айдап қойған болатынбыз. Бірақ әр нәрседе қайыр бар. Ендеше осы жаңағы жасап жатқан бүгінгі осы Мұртаза бауырымыздың анасы бастап осы айналасынан бауырларды қостап жасап отырған той иншалла берекелі болсын. Енді Мұртаза саған бір нәрсені айтайын. Алла Тағала осы аманатқа адалдықпен қарауды саған Алла нәсіп етсін. Ал Хадиша, саған айтарым үш нәрсем бар. Осы үшеуін ұмытпа. Біріншісі, күйеуінің жейдесі әйелінің бейнесі дейді қазақ. Екінші дүние, шақырғанда келмеген әйелден жұмсағанда бармайтын бала туады дейді. Және үшіншісі, бүкіл Алашты аузына қаратып, уағызына ұйытып отырған, бүкіл елдің алғысына бөленіп батасына алып отырған Мауандай Хазіреттің қызы екенін ұмытпа, және соны биік ұстап отыр. Рахман болған, рахим болған Алланың атымен бастайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мұхтарам, төр жақта отырған ақсақал жасына келген ақсақалды аталарымыз, және ақжаулықты аналарымыз, және аға-іні бауырларымыз, және бізді қадірлеп құрметтеп отырған құда-құдағилар, баршаңызға Алланың сәлемі мен Алланың мейірімі, рахметі жаусын. Алла Тағала бүгінгі осы тойымызды берекелі қылып, хайырлы қылып, Алла еске алатындай қиметте отырыстардан болмауға нәсіп етсін. Тойымыз ұзағынан сыйдырып, Алла Тағала өзінің мейіріміне өлім құлдардан болмауға нәсіп етсін баршамызды. Және Хадиша қызым, Алланың қалауымен өсіп, өніп, осы жасыға келіп, Алланың бұйыртылған осындай Мұртазадай қазақтың мақтанышы болатын осындай бір ұлға тұрмысқа шығып болсын. Кішкентай кезінде, осы бойжеткен кезінде де қыздарымызды жинап, үстел басында отырып, кешкі асымызды ішіп отырған кезде қыздарымызды, ұлдарымызды жинап, осы бір әңгімелерді өрбітіп айтушы еді. Осы әңгімелер айтқан насихаттар құлағынан кіріп, ойда алып,
Осы білген, естігеніңе енді міне іс жүзінде амал ететін сәтің келіп тұр. Енді осы бір білгеніңе амал ететін, соның жемісін көретін құлдардан болуын Алла нәсіп етсін. Хадиша қызым, Алланың аяты мен пайғамбардың хадисі мен дініміз исламның жолын жүретін болсаңдар, екі дүниенің ақында кемелесіңдер. Құранға Алла Тағала аятында қызым және жалпы әйел қауымын Алла Тағала айтып отырған жақсы әйелдер ерлеріне бойсынады дейді. Ерлері жоқ кезде бір Алланы пана тұтып, абырой аждасын сақтайды дейді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жақсы аналар кімдер деген уақытында қарасаң көңілін тояды және дүнияға көп бала әкелетін аналар деген. Жақсы аналар кімдер деген. Сол алтын құрсақта аналардан болудан нәсіп етсін. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның мынау хадисін кетерінде де есіңе салдым. Әйел адамның жәннаты екеуінің бақыты не деген уақытында пайғамбарымыз өзінің сөзін біздерге айтқан еді. Жақсы әйелдер, екеуінің бақытына кенетін әйелдер кімдер деген уақытында бірінші Аллаға бойсынып, екінші өзінің күйеуінің разылығын алып, оның көңілінен шығып, ризалығын тапқан әйел адам жәннаттың қалаған есебінен кірсін дейді. Сенің екі дүниенің бақыты, екі дүниенің жақсылығы, екі дүниеде одан асқан бақыт жоқ. Бақытың сенің әке-шешең емес, ағайын туған туысың емес, апа сіңдің қарындас інілерің емес. Сенің бақытың Алланың разылығы, екінші осы сені жар көріп отырған Мұртазаның разылығын тауып өтуі. Осы жерге келін болып түстің бе, Алланың қалауымен келдің, отынан кіріп, күнінен шығып, тастай батып, судай сіңіп, осы әулеттің дана келіні, дана анасы, дана әжелерден болып, өсіп өлімді Алла Тағала нәсіп етсін. Және де бір бауырымыз, үлкен жерден білім алып келген бір бауырымыздың ондай сұрағы бар еді. Пайғамбарымыздың Алланың аяты, пайғамбарымыздың хадисі бар. Әке-шешелеріңді құрметтеңдер, әке-шешеңнің жақсылық қылыңдар деген. Бірақ та мынау хадис аятты естімедім. Қайненеңді, қайнатаңды сыйла деген аят хадис естімедім, қыз балалы. Неге бізде қазақта қайненесі мен қайнатасы қатты келін құрметтеп, оның басында иіліп тұрып, сәлемін салып, оларға құрмет қылады? Бұл аят хадис жоқ қой. Бұны қайдан алды біздің бабаларымыз дегенде, даналықпен ойласам, осы пайғамбардың хадисінде жатыр. Күйеуінің разылығын тапқан әйел адам жәннатқа кіреді деген. Ендеше күйеуінің разылығын аласың қай уақытта өзіңнің еңбек, жігер, қайратыңмен, тақуалық біліміңмен, амалыңмен, екінші осы Мұртазаны дүниеға келген, кішкентайынан тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, бағып, қағып өсірген, әке орнына әке болып, ана орнына ана болып отырған Мұртазаның анасын сыйлағанын, оны құрметтегенін, оған мейіріммен қарап, бар құрметіңді жасағаның, анасының разылығын алсаң, оның баласы разы болмай ма? Ал анасының разылығын алмаған келін күйеуінің де разылығын ала алмайтын ақиқат. Ендеше хадисте осы қайненені, қайнатаны сыйлау деген осы хадис астарынан шығады. Ендеше осы бір қиын қыстау уақытында, басына іс түскен уақытында
өзінің жас ғұмырын қиып, балам, ұлым, қызым деп бар уақытын осы ұлы мен қызына бөлінген осы біздің құдағайымыз қайныңды құрметтеп сыйласаң үлкен бақытқа кенесің. Неге? Өйткені ағаның жүрегі елшілік тұрады. Сол себептен шығарында үйден айтып едім, қыз баланың 3 жұрты болады. Өз жұрты, нағашы жұрты, төркін жұрты. Біз сенің төркін жұртымыз. Өзіңнің өз жұртың осы жер. Мұртазаның ел жұрты сенің жұртың. Әрбір әйел адамның 3 жұртыны, өз жұрты күйеуге шыққан жері. Ендеше әрбір әйел адамның өз жұртында тастай батып судай сіңіп, сөз жерге еңбегі сіңірсе, екілен бақытына кеңелетін амалдардың бірі ғой. Ендеше қызым, осы бір өсиеттерге, осы бір насихаттарға білгеніңе амал етіп, соның жеңісін көрсетуді Алла Тағала нәсіп етсін. Екі дүниенің бақытын сен баршамызға нәсіп етсін. Және Мұртаза пайғамбарымыздың хадисін жақсы білесің. Алланың аятын жаттап, ойыңа сіңірген құлдардың бірісің. Енді оның жемісі амал ету. Ілімнің жемісі не? Оған амал ету. Ендеше амал ететін сәттің міне өз қолында. Осындай қызымызды мәпелеп, бағып қағып, Алланың қалауымен тәрбиелеп өсірген қызымызды Алла Тағала саған бұйыртты. Бұл бір аманат. Жалпы аманат деген сөзді біз баршамыз жеңіл емес, жеңілдік бір оймен емес, оған шынайы бір ойланып қарауымыз керек. Әрбір ер адамның Аллаға баршамызға берілген аманат бар. Өз тәніміз өзімізге аманат. Ғалымдардың айтқан насихат сөзі бар. Адамның бойындағы түптің өзін жұлған болсаң, сол жұлынған түптің өзі қияметте менің аманатымды орындамады деп, тәннен түпті жұлудың өзін макрух деп саналады. Оны тек қана қиюға болады, жұлуға рұқсат етпейді. Өйткені сол тән жұлынған түп қияметте хақсыз келеді. Ол бір тәніміздегі түп. Сол үшін әйел адамдарға қастыз жұлуға болмайды деп айтылған сөздің өзі ол ойып қолдағы түк қой. Сол себептен бұл жай біздің тәніміздегі ғана аманат. Ал өз тәніңдегі аманат бар. Және Алланың саған берген осындай бір аманаты бар. Жаңа Арман бауырымыз айтқандай, аманатқа қиянат қылмайды деп, иншалла соған сенеміз. Осы бір аманатқа қиянат қылмай, қосақтарымен қоса барып, балалы шағалы, әулетті, зіркетті болып, ұрпақтарым 12 жүзі сау, дені сау, ақыл есі түзу, салих, таза, хафыз қарилардан, құрра, мұхаддис, мұжтахид, ғалым, Алланың сүйікті әулие құлдарынан болатын, ұрпақтардың өсіп өнуіне себепкер болатын сіздер өсіп өнуін Алла нәсіп етсін. Алла ұрпақтарымызды сөз бастар шешен, қол бастар өсіп, дана данышпан, Алланың кәләмін жаттап, бастарына тәжігізетін хафыз қарилардан болуын нәсіп етсін. Баршамызға екіден бақытын, екіден жақсының нәсіп етсін. Енді біраз айтып кетсек кешіресіздер. Бұл бір әрбір әке, әрбір ана өзінің ұл қызын тұрмысқа берген уақытында ол бір оңай емес. Өйткені жүректің бір паршасын жұлып беріп жатқандай. Ендеше осы бір жүректің кішкентай бір жұлылған паршасына мұқият болып, алақанына салып, оның көзінен аққан әрбір жақсы, басынан түскен әрбір тал шашы үшін
жауапты екенін ұмытпау. Алла баршамызға береке, бірлікті нәсіп етсін. Бағандан бері деймін да, халықтың настроениесін көтеріп, сөйтіп атқан халқымды грустап бердіңіз. Рахмет сізге, имам. Тауан имамның бір көрдіңіз ба? Бізде Көкшетауда да бұл кісі осылай сөйлейді, бір дауыс көтергенін естімеппіз. Ақырын сөйлейді да, бағандан бері сіздер шулап жатсыздар, тыңдамай, мен одан сайын қатты сөйлеймін, сіздер одан сайын шулайсыздар, мен одан сайын қатты. Бұл кісі ақырын сөйлейді, сіздер бүйтіп кетіп отырған сияқты тыңдап отырсыздар. Бұл кісі одан сайын ақырын сөйлейді, сіздер одан сайын тыңдап отырсыздар. Мұртаза әйелменен отношение сөйтсе сондай болу керек екен да. Қатты сөйлеген сайын әйел одан сайын шулай береді екен ғой. Бүйтіп ақырын сөйлеген сайын әйел тыңдай береді. Одан сайын ақырын сөйлеген сайын әйел тыңдай. Вообще ақырын сөйлеген сайын әйел вообще тыңдай. Желательно сөйлемей-ақ қойған дұрыс сонда. Дейді әйел. Енді Алла разы болсын. Енді осы уақытқа дейін қанша қыз ұзатуды өткіздік, үйлену тойын өткіздік, бірақ осылай қыздың әкесі шығып, қызына қарап тұрып, жаңағыдай қыздың үш жұрты болады, төркіні, нағашы жұрты және өз жұрты. Сенің мынау келген жерің, бұл сенің өз жұртың деп, жаңағыдай әкесі осылай айтқан тілектен мен өзім бірінші рет естіп тұрмын. Біздің үйдің бөлмесінде де айтатындай сөз екен дейді. Біразымыз айтатындай сөз екен де, Алла разы болсын. Айтын дауысын көрсет бізге. Аңсасаң суға қандырған қажетің
деп қалмаңыздар, құрметті ағайындар. Жаңағыдай бір бүгін тілектің барлығы әкеме болып жатыр. Әкеміз жайында көп әңгімелер айтылып жатыр. Бірақ Мұртазаның өз өтініші анамызға да бір сондай бір көңіл аударып, анамызға да бір пейілді білдірсе деген ниет қой. Сол гүл сыйлайды да, просто сыйламай, біз оны күшті қылайық деп тұрмыз да қазір. Сіз былай тұрыңыз, как будто гүл беретінін білмеңіз. Кез, тәшек тұрмын. Гүлдеріміз енді күшті. Меккеден алдыңыз ба? Білем бе? Осындай алып. Келіңіз, тұрыңыз. Просто бере салып болады, былай жақсылықты кімге жаса? Анаңа. Одан кейін кімге жаса? Анаңа. Бұл жайдан жай айтылмағанды. Қазақ болайық, өзбек болайық, қырғыз, біз мұсылманбыз. Білімімізге де амал енді бүйтіп. Балаңыз гүл сыйлайды, бірақ өлең кетіп тұрып сыйлашы. Жоқ, өлең білем ғой, айталмайды. Мен айтып тұрамын. Сен қайталап тұрасыз, болды. Гүлді ұстасыз, четкий голоспенен қайталап тұрасыз, сәттіліктер, сақалдан төмен түсіп кішкене. Анаңызға қарайсыз, мен қайталасыз, четко айттым. Дүниеге әкелгеніңіз үшін, 9 ай бойы көтергеніңіз үшін, еркелігімді кешіргеніңіз үшін, азамат қылып өсіргеніңіз үшін, мен құлағанда құлағаныңыз үшін, мен жылағанда жылағаныңыз үшін, өзің үшін емес Алладан, мен үшін бақыт сұрағаныңыз үшін, рахмет сізге, Алла. İstersen yaksın öğretmeyi ağzın şaplarda yazdım seni İstersen yık acır kanat bir parça ölsün de kıyam silindi sen dokun ziyan. Бірақ елдің алдында осылай көтеріп тастағанда, қанашым деп алғысын айтқан кезде, бұл басы ғана. Бұйырса келіңізден, ұлдарыңыздан да келіндеріңізден де қызмет көрсетеді осы бауырлар. Құдай қаласа шөптің арасынан шыққан гүлді сыйласа, ертең ақыреттің көптің батасынан шыққан халықтың тәжірибесін басырмыз. Жәннатта құда-құдаларыңызбен бірге төрде отырыңыздар. Әрқайсыларыңыз бастарыңызда бірге алып тәж болсын. Бүгін той, бүгін қуаныш, жылап мұрнынан шарик шығарып минатын. Біріншілер бірақ еді ғой, сол болады. Әйтпесе анау қашышты шеше шыламады деп тағы да бұзылмаса. Өзбекше қазақтың көңілі жоқ. Ұнады ма? Тұра қалыңыз көріңізбен. Күшті болды. Әдемі. Тұра қалыңыз, отырыңыз, сол жерде тұрыңыз. Енді енең алған көрем қайта. Бокс қайда? Зәуреш құлағын? Сіз мына жерде тұрыңыз, қош. Бокске қалай етесің? Басыма қонған бағым үшін, мәнім үшін, сәнім үшін, сіз тәрбиелеп берген Хадиша деген жарым үшін, рахмет сізге, ана. Ал, келіңіз, шапала. İstersen yak, Yedim şarkısına da Yine
Енді пендеміз ғой. Қайнатаң да орнынан тұрайын, үміттен сақалы түгіттен. Осы көріп тұрмыз енді. Қалай гүлма, онда қайталап қарап. Қызыңызды шақырып алғалы. Қызыңызды шақырып алғалы. Берекелі болды салмағы. Берекелі болды салмағы. Тәрбиесіне разымын. Тәрбиесіне разымын. Дұрыс бала қалғаны. Дұрыс бала қалғаны. Сәлемі болды бәрі де. Сәлемі болды бәрі де. Ескін өмірін жалғаны. Ескін өмірін жалғаны. Өзіне қатты ұнайды. Өзіне қатты ұнайды. Жүрегімнің таңдауы. Жүрегімнің таңдауы. Димаш өзің айтып отырсың ба? Солай, иә? Ойыңыз келетін шығар ғой? Қызыңызды алғалы. Қызыңызды алғалы. Қарныңыз тоқ. Тамағын әзірлеп отыр ма? Әзірлеп отырып сол ғой. Еріп отыр. Қарныңыз тоқ. Қарныңыз тоқ. Көйлегіңіз көп. Көйлегіңіз көп. Ренжіме ата. Ренжіме ата. Сізге гүл жоқ. Келіңіз, Айбек аға. Шабылан ұрына, Айбек Қалиев! Және Айбек Қалиевтің қарсыласы деп айттық. Әріптесі деп айттық. Өзі Айбек ағадан да ұят болды. Келгеннен бастап осы шапанмен отырып жүр. Түтін шығып жатыр жаңағы. Қазір шығасыз, қазір шығасыз деп. Әріптесі, өнердегі інісі, бауыры, мен досым, құрдасым, Қарағандыдан бүгінде арнайы келіп отыр. Дидар Қамиев! Туға шапалақпен қарсы алайық. Ал келіңіз. Отырышының тыңдайын деп Арекеңе кезекті бір берейін арманға көрдіңдер тұра берен ол кісі елім деген ұлан өрен Ареке шақырды деп ренжіме бұл қазақ құда болсаң шыда деген Ар жақтан алып берген сертің бар ма? Иә, шөптің басы қозғалмас, жел тұрғанда мен сіздің төл, шәкіртіңіздің той. Мен қатты қобалжимын сен тұрғанда. Айтысқыңыз келмесе айтыспаңыз, қанша жақтан қалам ел тұрғанда. Мен сіз үшін өзім-ақ айтысып берейін, әлібектей жанында ер тұрғанда. Сізге атылған оқтың бәрі маған тисін, сіз соғыспай-ақ қойыңыз мен тұрғанда. Талайлардың жағасына жабысқан ғой. Кезінде ел басқарып жүрген кезде де талай жақсы жайсаңмен табысқан ғой. Жоқ деп өзі соғысқа шығып тұр, Қабанбайды 90-да соғысқан ғой. Менің арман ұстазым данышпан ғой. Мен осы кісіде оқығам, осы кісінің білімін тоқығам. Науан құдаларым арғын еді, сол жақтың шыққан салынан. Айбек Қалиев арғын еді, айналдым ақын деген ақыны. Дидар Қамида арғын еді, тектілікті тоқыған. Тамадаларында арғын еді, тойхана менің сақынам. Шанышқылы мықты екен, үш құдасын бір-бірімен соғыстырып отырған.
жақсылықтың теңізі, асабаның лебізі, орта жүз бен ұлы жүз құда болды, құдалықтың семізі, туған қойдың егізі, 300-дің басы қосылу үшін бір адай керек болып тұр негізі. Тағы да айттым. Тиісті ешкімге де тек отырмын, асыққан астың бәрін жеп отырмын. Қайрекен жаңа айтып кеткендей-ақ, шалқайған құда болып кеп отырмын. Арманды айтсақ деп ойламаңыз, еңкейіп қарсы алар деп, еңкейіп қарсы алады деп отырмын. Иншалла жырмен бөліп бұл елімді, Құдайым жарық қылсын түнегіңді. Сіз үшін айтысамын деді жаңа, Құдайым ауыртпасын жүрегіңді. Бұл жерге айтысуға шыққаным жоқ, айтайын екі жасқа тілегім бар. Сөйлеуде қаласаңдар ақыныңа, татымды сөз айтайын татымыңа. Құданы Құдай қосар деген сөз бар, қарасаң өткен күннің нақылына. Кешегі ер тайғажы қандай еді, жанашыр болып жүрген жақынына. Елімдегі ер үстінде елеңдеуші, ұйытып уағызы мен ақылына. Құдайым құлшылығын қабыл етіп, бөлісін мейірім мен рахымына. Иншалла күн осындай күн болса екен, күн емес соңымыздан күн қалса екен.
жатырсыңдар. Қыз бердім деп наздана бермеңдерші, солға қызды қайтарып жатырсыңдар. Бүгінгі бас құдамыз Науан еді, көкшеде көкжал туған баған еді. Bir ardından taradık kanımız bir, soндықтан Науан туған ағам еді. Көкшедегі жігіттің сырттаны бой, өзім құрмет тұтатын дарам еді. Түгел сүзіп шықсаң да төрт мұхитты, табылмайтын маржандай баған еді. Айналып алты құрлықты шықсаң дағы, дәл мұндай азаматтар шамал еді. Жер айналып шықсаң да жердің бетін, табалмайтын Науан ағам баған еді. Бәріміз шетімізден даламыз ғой, домбыраны қолымызға аламыз ғой. Үш арғын арман деген бір адай бар, тербетіп бір әуенге саламыз ғой. Ордаға бір қожаны шақырмаса, қазақтар қырылысып қаламыз ғой. Шәкірдің Бақытбектей шайыр қайда, ортаға шығып залды айырмай ма? Қарилардың тойында қирағатта бір-ек ауыз өлеңді қайырмай ма? Содан соң Қостанайдың имамдары ақын деп алталасқа жайылмай ма? Мен домбыра таламаймын. Мен жазба ақынмын ғой. Мен үйленгім келеді дейді. Үйленіп жатқан кезде қариларым айтыс деп жатырмаған ақтан берді. Өкілегер күңірлеп аңсап тұрса, не ойлап кетеді екен құдаларым? Осымен тоқтатайын мен әнімді. Кезексіз кеткен мына ақындарға Аллахым қабыл етіп тілектерді бақытты тілеймін қариларға. Енді көкшетауда бір имам болса, мен секілді. Рахмет, не деген ипас. Қазақстанда қуат деген ақын екеуіміз ғана жаңа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, жамағат, қадірменді қонақтар. Бұл жерде енді ыңғайсыз отыр, менің де ұстазым отыр, Сабақ Асқари, мен ұстазым. Сол кісіден де сабақ аламын. И сол кісінің қолында жұмыс істегенбіз. Енді ол кісіні шақырып еді. Сосын ол кісі өзінің ұстазын шақырып жаңа. Барлық мақтау бұл Аллаға тән. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салат және салауаттар болсын. Тәте, бүгінгі қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, құтты болсын. Мұртаза көтеріп жатқан шаңырағың биік болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде келеді. Ата-анасының баласына болған үш міндеті бар дейді. Біріншісі жақсы ат қою, жақсы тәрбие беру, одан кейін оны ер жетсе үйлендіріп қою, немесе тұрмысқа шығару деген сияқты. Енді Мұртаза, ата-ананың міндеті бітті, енді ата-ананың міндеті басталады. Ата-анаңды бұл дүниеде сыйласақ, иншалла ертең ұрпақтарың сені сыйлайтын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде тап келеді. Мынау рызықтың 17 есігі бар дейді. Соның 16-шы есігі дейді. Мейлі ол қыз бала болсын,
мейлі ол ұл бала болсын, сондай бір зынадан қорқып, өз-өзін күнәдан батып қалуға, күнәға батып қоямын деп қорқатын болса, қорқып, сол Алла үшін үйленіп, сондай мақсатпен үйленетін болса, Алла субханала тағала оған рызықтың ең үлкен есігін ашып қойды деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұғасы бар: «Баракаллаху лакума ва жамаа байнакума фи хайрин». Алла субханала тағала екеуінің ортаңа береке берсін. Кезінде бір ислам мемлекетінде бір әйгілі батыр болған екен, Жахан батыр деп бір әлемге танылған бір батыр болған екен. Сол батыр күніге соғысқа шығатын кезінде үстіне сауыттысын, еш нәрсені қорғансыз шықты деп ойлайды екен да, қылышын алып алды. Күніге суып шығатын екен да соғысқа. Күндердің бір күні сол батыр үстіне сауыттысын киіп, басына несін киіп, қолына қылышын алып, полный сақтанып шығады екен. Сонда жәнібек жүрген халық сұрады екен: батыр, Жахан батыры, сен неге бүгін өстіп шықтың деп сұраған кезде, мені бүгін дүниеден анам қайтты деген екен. Себебі анасы баласы үшін үнемі дұға қылады екен. Ананың баласына қылған дұғасы қабыл. Сондықтан айтамын, қарындасым, келінжан, мынау аналарыңызды сыйлаңыздар. Ана Науан имам өте күшті әсерлі бір уағыз айтты. Бұл дүниеде анаңызды қаншалықты сыйласаңыз, ертең өсіп келеткен иншалла өздеріңіздің бала шағаңыз, аналарыңызға не қандай мәміле қылсаңыз, бала шағаңыз сізге де сондай мәміле қылатын болады. Сол себептен ең бастысы бұл дүниеде анаңызды сыйлаңыз деп айтып келеді. Бақытты болыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы айтады: кімде-кім ислам дінімен қаншалықты өмір сүрсе, соншалықты бақытты болады дейді. Сол себептен үнемі дұға қылайық. Алла субханала тағала бәрімізді риядан, ел көрсінен, біреулер айтсын деген сақтасын иншалла. Қари деген сайын адам, шайтан адамның жүрегіне сәл-сәл кибірді салып қою мүмкін да. Сол себептен иншалла сондай нәрсеге мұқият бол деп айтқым келеді. Иншалла Алла субханала тағала баршамызды шайтанның уасуасынан сақтасын деп келеді. Алла разы болсын. Келесі сөзіңіздеріне. Біз бұл жерде айтқым келген ойымыз, біз ұстазымыздан артық, асып, алдын ала сөз айта алмадық. Ешкімді бөліп жатқан түріміз жоқ. Үлкен ұстаз осы жерде сөз айтты. Үлкен қари ұстазымыз Садық Асқари. Содан кейін Әбдісәлем ұстазымыз біздің қасымызда күні-түні. Менің жеке өзім Мұртазаның қасында 5 жыл, менің қасында 5 жыл болған. Бізді осы дәрежеге, барлығымызды осы дәрежеге жетуімізге әуелі Алла, содан кейін барып Садық Асқари мен осы Әбдісәлем ұстазымыздың арқасында. Аллах тағала сіздерге разы болсын. Біз Мұртазамен медресеге келгелі дос болдық. Медресенің ішіндегі ең алғаш шәкірттердің бірі осы Мұртаза болды. Бәріміз осы жерде тұрған бәріміз Мұртазадан үлгі алатынбыз. Шыны керек, талпынатынбыз соған. Мұртазадай болсақ екен деп, Құранымыз соншалықты пысық болса екен деп. Аллах тағала ұстаздарымыздың арқасында, ұстаздарымыз себеп болып, әрқайсысы осы жерде тұрған қарилар әрқайсысы бір жерде сабақ береді. Шәкірттер үйретіп жатыр. Аллах тағала осындай дос болғанымыз, Аллах тағала қасиетті Құранда айтады: «Әл-ахилля уа яума идин бa'духум ли бa'дин адуун иллал муттақин». Қиямет күні дейді, ешқандай дос бір-біріне пайда бере алмайды дейді, ақырет үшін тақуалықта болған достардан басқа дейді. Аллах тағала сондай тақуалықта болған достардан болуды баршамызға нәсіп етсін. Аллах тағала сен Мұртаза бауырың отбасыңа береке берсін. Ұрпағыңа, келешек ұрпағыңа береке берсін. Ұрпақтарың осы біздің көк туымызды қиямет қайымға дейін желбірететін, тұғырымызды биік ететін, тәуелсіздігімізді баянды ететін ұрпақтардан болуын Аллах тағала нәсіп етсін. Тойың құтты болсын бауырым.